Бұл адамзат тарихындағы ұлы тұлғалардың бірі. Пайғамбарлардың атасы Ибрахимнің әйелдері Сарра және Ажар жайлы әңгіме. Сарра 16 жасында Ибрахим пайғамбарға тұрмысқа шыққан. Сарра көз тұнар сұлулықтың өзі еді. Тіпті адамзат тарихында ең сұлу әйел Хауа анамызды есептемегенде, одан сұлу ешкімнің болмағаны жайлы айтылады. Сарра Ибрахимге иман келтірген. Оның әрі әйелі, әрі ізбасары болды. Ол Ибрахиммен бірге Ирактан Шамға, Мысырға, Палестинаға қоныс аударған. Сарраның дәрежесін ашық көрсеткен уақиға Мысырда орын алғанды. Ибрахим мен Сарра Мысырға көшіп келеді. Ол жерде бір жауыз, қатыгез патша билік құрып отырғанды. Ел құлағы елу емес пе? Патша өз мемлекетіне бүкіл адамзаттың ең сұлу әйелі кіргенін естиді. Бұл жаңалықтан хабардар болған залым патша есергөме беріліп зұлым ойға кетеді. Патшаның надандығы сондай, ол әйелге деген құрмет, ар-намыс, абыройға көңіл бөлмейтін, ешқандай жауапкершіліксіз, адамгершілік қасиетке селсоқ қарайтын тоң мойын болатын. Арам ойын іске асыру мақсатымен Сарраны иемденгісі келіп, оны алып келуге жұмсаған әскеріне, қасындағы еркектен сұраңдар, оған кім болады екен? Егер күйеуі болса, өлтіріңдер деп бұйырады. Әскер Ибрахимге келгенде, пайғамбар олардың суыт жүрісін сезеді. Әскерлер, мына әйел кімін болады деп сұрағанда, Ибрахим, қарындасым деп жауап берді. Сосын Ибрахим Сарраға, егер сенен сұраса, менің қарындасым екенінді айт. Аллахпен ант етем. Бүгінде жер бетінде ерлі зайыптылардан сені менен басқа ешқандай мүмін жоқ дейді. Пайғамбар Ибрахимнің 3 рет жалған сөйлегенін айтады. Ал оның еш қайсысы өз мүддесі үшін еместі. Соның бірі сол залым патшаға Сарраны қарындасым деп айтқаны. Ибрахим бұл жерде исламдағы, діндегі, имандағы, Аллах жолындағы қарындасым дегенді мақсат тұтқан. Әскер Сарраны алып кетіп, патшаның құзырына келеді. Арам ойын іске асырмақ болған залым Сарраға қолын соза бергенде, Сарра Аллахқа жалбарынып жәрдем сұрап, Аллахым, егер саған және пайғамбарларына иман келтірген болсам, және күйеуімнен басқаға ар-намысымды сақтаған болсам, мені мына бұзықтан құтқар деп дұға қылады. Бұл дұғадан біз иман белгісін, арлылық пен намыслылықтың лебін көреміз. Бұл Аллахқа иман келтірген, ар-намысы мен абыройын басына көтере сақтайтын әйелдің дұғасы. Аллах тағала оның дұғасын қабыл алумен қатар, бұл тұста керемет бір мұғжиза көрсеткен. Патша Сарраға қолын соза бергенде, ол Аллахқа дұға қылады да, әлгі залымның қолы қатып семіп, ешқандай әрекетке келмей қалады. Қатты қорқып, зәре-құты қалмаған патша Саррадан өзін босатуын жалынып сұрайды. Босатпайын десе, залым патша адамдарына өзін өлтіруді бұйырама деп қауіптеніп, Аллахтан оны босатуын сұрап дұға қылады. Ол босайды. Патша аңтарылып, мүмкін бұл шайтанның ісі шығар деп, екінші рет Сарраға қолын созады. Сарра қайта дұға қылғанда, патшаның қолы тағы да қатып қалады. Патша Саррадан тағы да өзін босатуын жалынып сұрайды. Сарра Аллахтан оны босатуын сұрап, тағы да дұға қылады. Ол босайды. Сөйтіп залым патша 3 рет әрекет жасағанда, Сарра қайта дұға қылып, патшаның қолы семіп, алғашқысынан да бетер болады. Сол кезде ғана патша инсапқа келіп Сарраға, осы жолы мені босатсаң, өзіңе лайықты сый құрмет көрсетемін деп қайта жалбарынады. Өз басына қатердің төнуінен қорыққан Сарра, Аллах тағалаға дұға қылып, оны босатуын сұрағанда, патшаның қолы қалпына келеді. Ақмақ залым патша Сарраға жұмсаған жасақтарын шақырып, сендер маған кімді кіргіздіңдер? Бұл адам емес, шайтан ғой, оны сыртқа шығарыңдар деп айқайлап бұйырады. Осылай, құдіретті күшті Аллахтың кереметімен қорғансыз, шарасыз әйел Мысырды аша алақанында, жұдырығында ұстап тұрған патшаның жәбірінен құтылды. Назар салыңыз.
иман мен ар-ожданға қатысты жәрдем сұрағанда, әйелдің дұғасы Аллах тағала тарапынан бірден қабылданған. Бұл иманның күші. Бұл ар-намысты сақтаудың берекеті. Сөйтіп патша сөзінде тұрып, Сарраны босатып, оған орасан зор сый-құрмет көрсетіп, тарту таралғы жасап, оған қоса Ажар атты тағы бір сұлу күмді қосып береді. Бұл Мысыр патшалығы Сарраға жасаған сыйы болды. Тарту таралғылармен жанына күңді ертіп Сарра қайтып келгенше, Ибрахим Аллахтан әйелінің құтқарылуын сұрап, жәрдем тілеп ғибадатта отырғанды. Аллахтың сынағының соңы Сарраның абыроймен үйіне оралуымен бітеді. Бұл оқиға бізге иманның күшін, ар-намыстың қадірін және Аллахқа толық тәуекел етудің маңызын үйретеді. Шынайы иман мен тазалықты қорғаған жанды Аллах ешқашан жалғыз қалдырмайды.